16 жасқа толған балаларға арналған. Біздің үйдің көжесі ауылдағы ең дәмдісі. Сіздіңше, осы күндері қыстан қалған сүрді қосып жіберіп, қара қазанға бұрқ сарқ етіп, наурыз көже қайнатып, ақ дастарханды адаласқа толтырып, төс қағыстырғанға не жетсін? Әлемді дүрліктірген әлгі атөшкірдің алаңдатып қойғаны болмаса, кең байтақ даламызға амал келді, жыл келді. Абай атамыз айтқандай, қырдағы елдің ойдағы елмен араласып, күлімдесіп, көрісіп, құшақтасатын мезеті бол. Айдан аман, жылдан есен, қыстан қуатты шыққан ағайын, ұлыс оң, ақ мол болсын. Эфирде заң сөйлейді. Бүгін көретіндеріңіз. Қамбар Жұмабайұлы, ұлыстың ұлы күні қарсаңында заң сөйлейді хабарына тура 1 жыл толып отыр. Жұртшылыққа көзайым хабар болды деп айтуға болады. Іздеп жүріп көретін болып жатыр. Жылдан аман шықтың ба? Ел тыныш, халық аман. Енді мына осындай уақытша қиындықтан да аман есен халық өтеді деп ойлаймын, бірігіп өтеді. Амал келді, жыл келді. Қыс бойы көріспеген ағайын туысқа арнайы ат басын бұрып амандығын білу кішіге парыз. Қызыр келіп, бақ қонсын. Бір жер теліміне таласқан екі отбасы қалай татуласты? Қуанатындай шешім шығып тұр. Сот алқасына алғысымды білдіремін. Ұлығайда түйткілдің шешілуі заңдылық. Бағы бар Нұртөре, Маугли атанып кеткен балақайды журналист Миуа Байназар бауырына басты. Баба. Амал күніндегі ерекше қауышу. Осынау тіршілік тыныс алар жаңару шақта заң сөйлейді хабары бірге тол. Я, аймақтың жетекші арнасы ашқан бағдарламаның көрерменге жол тартқанына тура 1 жыл. Осы уақыт аралығында кемелдік пен кесірдің, естілік пен есуастықтың, адамдық пен арамдықтың, бір сөзбен айтқанда ақ пен қараның ара жігін ажыратып, бостандықтың қадірін жеткізуге тырыстық. Бағамдасақ, бүгінгі сот жүйесі Қасым ханның қасқа жолы, Әз Дәукенің 7 жарғысы секілді бабалар салған сүрлеуден ауытқымапты. Қарағылды қақ жарар ақиқат жолында сыр судьялары табанды еңбек етіп келеді. Сөзімізді тірілту үшін жыл ішіндегі жұмысымызды ой елегінен өткізіп көрелік. Бүгін заң сөйлейді хабарының 40-шы шығарылымы. Кадрлерден көріп отырғандарыңыздай, дау жанжал, барымта сырымта, зорлық зомбылық, қысқасы өмірден алынған ащы шындықтың бәрі осы бағдарламада. Қайсы болсын, ол барлығы мынау жүрегіңнен өтеді. Жаутаңдағын көзін көргенде әсерде қаласың. Үкім шығаруға қолым бармайды. Үкім жүрегім кәдімгідей сыздап ауырып. Екеуі екі есіктен кіріп, бір есіктен қол ұстасып шыққаны, сол өзі енді жаңағыдай бір қуаныш сезім пайда болды. Бөлдір өте жақсы сұрақ. Тура биде туған жоқ. Сын айтса талақ тарс айырылатын заманда сыр судьялары ішкі толғансын, жүрек тебіренсін бүкпесіз айтудан тайсалған емес. Бұл адамгершілік пен парасаттылықтың ар алдындағы адалдықтың көрінісі. Себебі соттың күші жазалауда емес, қыл өтпейтін әділдікте. Біздің түсірілім топтарымызда резонансты істерді ашық көрсетуден тайынған емес. Өйткені ақиқатын айту шырық бұзу емес, таспаға таңбаланған әрбір тағдыр
өмір сабағы. Санасы бар адамға бір күн түрмеде отырғанның өзі де үлкен тәрбие болуы тиіс. Естеріңізге салсақ, Елорда төрінде болған алқалы жиында заң сөйлейді бағдарламасы сот саласы бойынша республикадағы үздік авторлық жоба ретінде жоғарғы соттың құрмет грамотасын алды. Ұлттық құндылықтарымыздың мәуелі бағы, Қорқыт бабамыздың табанының табы қалған киелі өлке, сөз саумалын сіміріп ішкен өріс төңір, сыр елінен баршаңызға дұғай сәлем. Біздің көксегеніміз ол сенсация қуу емес, осы біреудің қателігінен екіншісі сабақ алса екен, тәрбиелік мәні бар, мазмұнды һәм сапалы дүние болса екен деп мақсат еттік. Жыл басы наурызда осы жұмыстарды қорытындылайтын кезде жетті. Қамбар Жұмабайұлы, ұлыстың ұлы күні қарсаңында заң сөйлейді хабарына тура 1 жыл толып отыр. Шыны керек, бұл бағдарламаға дейін журналист ретінде менің сотқа дейін көзқарасым қоңырқай болатын. Сот айыптау жағы басым жазалаушы орган ретінде көрінетін. Олай емес екен. Түсірілім барысында антына адал, сертіне берік судьялардың барына көз жеткіздік. Ал енді халықтың сенімін оятуда жыл ішінде қандай жұмыстар атқарылған өз аузыңыздан естісек. Жұртшылыққа көзайым хабар болды деп айтуға болады. Іздеп жүріп көретін болып жатыр. Қазір енді бұрын аптасына 1 рет шығатын болса, қазір аптасына 3 рет шығып жатыр. Сондықтан қазір тек қана біздің облысымыз емес, басқа облыстардағы біздің әріптестеріміз сұрап жатады, қашан шығады, осындай жақсы хабар екен. Бізде де осындай ашық ойларымыз бар деген бірнеше әріптестерім хабарласты. Енді бір жағынан осы мына заң сөйлейді хабарының шығуының себебі сот жүйесінде жасалып жатқан жұмыстар жөнінде соңғы кезде көптеген жаңа бастамалар көтеріліп жатыр. Солардың бәрін біздің жұртшылыққа жеткізу мақсатымен жасап отырмыз. Оның бәрін өздеріңіз көріп жатсыздар. Қазір енді сотқа дейінгі дауды сотқа дейін шешу, сотқа жеткізбеу, сот жүктемесін азайту, сотқа келетін істердің санын азайту мәселелері бойынша көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Соның бәрін осы біз заң сөйлейді хабар арқылы көріп отырмыз. Былтыр бірінші саты соттарына 1591, апелляциялық алқаға 245 қылмыстық іс түскен. Сот актілерін түсіндіру жұмыстарының нәтижесінде шағымданушылардың саны 100-300-ке кеміген. Ал билер кеңесінің көмегімен азаматтық сала бойынша 131 дау, қылмыстық сипаттағы 19 іс, әкімшілік сала бойынша 37 іс оң шешімін тапқан. Мысалы, қазір соттарға түсетін істердің саны күрт азайды. Оның өзі мына судьялардың жүктемесін азайтуға, сонымен қатар азаматтардың сотқа келіп қайта-қайта өздерінің уақыттарын жоғалтпау үшін жасалып жатқан мәселелер. Оның тағы бір бастама, мысалы, билер кеңесі облыс бойынша құрылып, қазір бүкіл барлық аудандарда, барлық селолық округтерде билер кеңесі, ақсақалдар кеңесі құрылып жатыр. Осылардың билер кеңесінің қатысуымен де көптеген істер өздерінің шешімін тауып жатыр. Соңғы кезде ақтау үкімдерінің көптеу шығарылып жатқан себебі қоғамымызда қылмыстық саясатты ізгілендіру мақсатында жүргізіліп жатқан жұмыстардың жемісі, нәтижесі. Заман талабы. Былтыр жергілікті соттарда фронт-офистер іске қосылды. Соның нәтижесінде тараптарға сот отырысына келмей-ақ бейне байланыс арқылы жауап беруге мүмкіндік жасалды. Бұл сот процестерін кейінге қалдырмай, дер кезінде қарауға мүмкіндік берді. Ұлыстың ұлы күні шығыста күн жылып, жер ана су сіміріп, бусанып, жылылықтың лебесет. Өткен жыл еншісіндегі есте қалар құнды дүниенің бірі заң сөйлейді бағдарламасының түсірілім тобы 1000 жылдық өркениеттер тоғысқан өлке Өзбекстанға саяхаттап келді. Ташкент, Самарқанд, Бұхара маршруты бойынша жүріп өткен жолда Кемеңгер би, Төле би, әділ сөздің алдаспаны Әйтеке би, қазақтың батыры Жанғожаның кесенелері бар. Ерліктің, тектіліктің, өрліктің үлгісі болған бабалар рухына тағзым ету ұрпаққа парыз. Айтпақшы, күн мен түн теңесіп, күн сәулесі Самарқандағы мына көк тасқа түскенде жер ананың тоң кеудесі жібейді. Ал ұлыстың ұлы күні айтылған әрбір риясыз тілек қабыл болады. Бірінші заң сөйлейді хабарына бағана өзім тілегімді айттым. Шығармашылық табыс, биіктен көріне беріңіздер. Біздің
жұртшылықтың сүйікті хабарларының біреуі болсын. Осы қалыптан таймаңыздар. Енді жұртшылыққа айтатын болса, наурыз тек жақсылық болсын, елімізде тыныштық болсын, аспанымыз ашық болсын дейміз. Қамбар Жұмабайұлы, сұхбатыңызға рахмет. Әз наурыз, еңбектеріңізге толағай табыс әкелсін. Сот әманда әділдіктің соңғы үлгісі болғай. Жылдан аман шықтың ба? Қыс бойы көріспеген ағайын туысқа арнайы ат басын бұрып, амандығын біліп көрсуі, көңілден көңіл су шер жүректі пенденің қай-қайсына да ортақ қымбат сезім. Осындайда көкірегі көнбе, қазына қарияларымызға бара қалсаң, олар балаша қуанады. Амал мерекесінде сот саласы ардагерлерінің кеуілін сұрай барған бір топ қызметкер де үлкендердің батасын алып, арқа-жарқа болып қайтты. Дара болмысты дана ел, иман жүзді, жан тазалығына сызат түспеген Нұргүлсім Беспаева сот саласының ардагері. Оның айбарлы мінезімен турашылдығы жас буын әріптестерін адалдыққа жетелесе, немерелерінің алдында бар өнегенің кәусар бұлағы болып отырған ақ жаулықты әже. Нұргүлсім Оразбек қызы еңбек жолын Тереңөзек ауданында қарапайым жұмысшы болып бастаған. 1981 жылы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің заң факультетін бітірген соң, аудандық атқару комитетінде, одан кейін мемлекеттік нотариалдық кеңседе жұмыс істеген. Одан соң Арал аудандық халық судьясы қызметін атқарып, облыстық соттың судьясы лауазымына дейін көтерілген. Заң сөйлейді хабарының алғашқы кейіпкерлерінің бірі. Міне араға тура 1 жыл салып, жүзінен мейірім төгілген судьяның шаңырағына арнайы сәлем беріп келдік. Ол ұлыстың ұлы күніне жақсы жаңалықтарымен жетіпті. Аллаға шүкір, Маралан деген немерелі болдық, кішкентай немерелі болдық. Балаларымыз жақсы, сабақтары жақсы жетістіктер жетіп жатыр. Ел тыныш, халық аман. Енді мына осындай уақытша қиындықтан да аман есен халық өтеді деп ойлаймын, бірігіп өтеді. Осы елімізді аласапыраннан, алауыздықтан сақтасын, бейбітшілік болсын, азаматтарымызға адалдық берсін. Желсіз күнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп. Наурыз мерекесі жыр шашусыз болған ба, сот саласының баспасөз хатшылары ұлық күнде құнды дүниенің көмбесін ақтарып, Абай мұрасының байрағын биіктетті. Ойшылдың өнегелі өсиетке толы өлеңдерінен оқып, әндерін нақышына келтіре орындатты. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, қиуадан шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған. Толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең өзің біл. Өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегін сендей салалмас. Білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бақыра алалмас. Қиналма бекер тілмен жақ, көңілсіз құлақ, ойғолақ. Басында ми жоқ, өзінде ой жоқ, ақылы керден наданның, көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның. Бойда қайрат, ойда көз, болмаған сон айтпа сөз. Асылтан келе ғой. Келін жерде отырмын. Тәтелеріңе Абай атаның жұрттағы өлеңдері, осының қайсысын біреуін оқып бере ғой, айтып бере ғой. Қыран бүркіт не алмайды сал-сабаптап, жұрт жүр ғой күйкентаймен қарға сақтап. Қыран шықса қияға жібереді, оларда екі ұқсын екі жақтап. Қарқылдап қырға алмас ат жағынан, күйкентай үстінде шықлықтап. Өз алмайды, қыранға алдырмайды, күні бойы шабады бос салақтап. Я, жанға олжа дәнеме жоқ, қайран ел осы менен жүрді алақтап. Абайдың зере әжесі болмағанда, Құнанбай әкесі болмағанда Абай бола ма? Шоқанның Айғаным әжесі болмаса, Тәуекел ханның әз әже деп бүтін бір ұрпақты тәрбиелеген. Қанша сұлтандарды, қанша айымдарды тәрбиелеп, сол елге тәрбие берген әжелер ғой, солардың ізін жаласақ дейміз. Ал ұлыстың дәмі наурыз көже. Нұргүлсім апа молшылықтың жоралғысы ретінде оған 7 түрлі дән қосып әзірлеуде.
негізі дастарханның, қазан ошақтың бейлігін бәрін келінге бергенмін, сол дайындайды барлық асты. Бірақ бүгін Наурыз ұлыстың ұлы күні болғасын, Наурыз көжені бір дәм жасап көрсетейін. Ақ мол болсын, елімізге бейбітшілік келсін, молшылық болсын, берекелі болсын, әрбір қазақтың үйінде берекелі болып, адал асы қайнап жатсын. Ұлыстың ұлы күні әрбір үйде қазаны оттан түспей, уыз қатырылып, сорпа сапырылады. Өйткені жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер шағында Наурыз көженің құнары күш береді. Ал ақ жаулықтан алар ақ тілегін жаудырса, ақсақалдар батасын береді. Бата берсем, жарылқа Алла қабілет, жарылқаудың қамын ет, ізге абырой, бақ дәулет, қызыр қонып, қызыр келіп, бақ қонсын, не тілесең, сол тілектердің бәрін Алла қабілет дейді. Аумин. Осылайша жер бетінде күн мен түн теңелген шақта жас қызметкерлер аға буын судьялармен қауышып, алғаусыз ақ тілектерден шаттанып қайтты. Әз Наурыз қыстан қалған қасат қармен қатар көңіл тоңында жібітетіндей. Әр сәтіне мағына сыйдырған қазақ емеспіз бе? Ұлығайда кейбір келеңсіздіктің оң шешілуі жаратылыстың өз заңдылығы болар. Осынау жаңару мезетінде екі отбасы арасындағы жер теліміне қатысты өте даулы іс бітіммен аяқталды. Тараптар көңілде кірбің қалмай қауышты, түсіністікпен табысты. Даудың басы ұлтарақтай жер телімі, екі отбасы бір учаскеге таласты. Бірінің қолында құжаты бар, екіншісі заңсыз баспана салып үлгерген. Жауапкер оның себебін былайша түсіндіреді. 2007 жылы арайдан жер алғанбыз, бір Зүбайда деген кісіден. 2008 жылы легализация бойынша жерді құжаттап беремін деп біздің документтерімізді алған. Сөйтіп жүргенде ол кісі алаяқ болып шықты, ол кісіні таппай қалдық біз. Құжат дайындайын деп жүргенде басқа біреудің аты жөні шығып тұр, жер координатталған деп. Күтпеген жайт. Облыстық соттың азаматтық істер жөніндегі алқасы жер дауын медиация тәртібімен реттеді. Қос тарап жер учаскесін теңдей етіп екіге бөліп алатын болып келісті. Келісімге келу ниеттері барын байқадық. Сол аралда енді бұл жерде айта кететіні, жауапкер тарапында жаңағы өкілі заңгер, жақсы тәжірибесі мол азамат екен, өзі жаңағыдай заңгер екен, соның көмегі септігі де тиді деп ойлаймыз. Екі жақтың заңгерлер қатысқан уақытта олар заңның талабын, заңның тәртібін қосымша бізден бөлек өздері түсіндіріп, сол дауды сот медиациясында, яғни алқаның құрамынан бір судья тағайындап, осы дауды шешуге көмек сұрады. Енді ақылдасып сол жерде мен судья медиатор тағайындағаннан кейін екі тарапты бітімге келтіруге тырысып бағып, енді бұл жерде қарап отырсақ жауапкердің құқы бұзылды деуге келмейді, бірақ өйткені оның заңсыз иеленіп отқаны сотпен анықталып тұр, жер болған бірінші берілмеген, оның сотта бәрі анықталып, түсінікті жағдайлар, дәлелдемелер зерттелді. Бұл жерде бір отбасы, екі отбасы ойда тұрып жатыр. Басқа баратын жерлері жоқ. Ақыр соңында екі тарап қол алысып, келісімге келді. Ата-бабаларымыз Жапанда жалғыз үй болып қалса дағы қарлығаштың ұясын бұздырмаған. Ал қазіргі қоғамда құс түгілі балалар панасыз жүр. Заң сөйлейді бағдарламасынан көрсетілген эксклюзивті сюжеттен соң Владиктің тағдырына алаңдамаған жан қалмады. Сақшылардың өзі Маугли деп атаған 9 жасар бала Сабалақ саяжайында қамыстың арасында жалғыз өзі ойнап жүрген жерінен табылған еді. Қасиетті қара жер аман болса, мейірбан ана да табылады екен. 6 қат аспан үстінде емес, 7 қат жердің астында емес, тап өз өлкемізде жетім баланы танымал журналист асырап алды. Көңіл үшін көтермелеп айтқанымыз емес, Миуа Байназар расында алтын жүректі ана.
Сабалақ саяжайында жалғыз өзі тентіреп жүрген жерінен табылған Владик Цой сот шешімімен атамекен балалар үйіне орналасуы керек болатын. Себебі баласынан безіп, өзі Корей еліне қаңғып кеткен анасы Людмила ата-ана құқығынан айырылды. Баланың бағы бар екен, оны әріптесіміз, белгілі журналист Миуа Байназарова бауырына басты. Қызығы сол, кішкентай балақайдың есімі енді Үркек Владик емес, қазақтың нұртөресі. Айқын газетінің меншікті тілшісі осындай батылда жауапты адамға баруының сырымен бөлісті. Мен уайымдағаным әбтаным етті, үлкен балам. Сосын ана еркіндікке үйренген бұл. Бірінші ап келгенде өзімді ұрып, жаман жылағым келді. 2 күннен кейін өзіме жүгіріп келді. Мама деп, мама, это мой дом деп. Жүгіріп шығады алдымнан, мама деп құшақтайды мені. Сосын жаңа мен інімді жиенім ғой, соны папа деп соның ізіне ереді. Енді жақсы та, бұлай еркін уже үйім деп сезіліп ке жатыр бұл. Вот баба. Вот мама. Осылайша Нұртөре аялы алақанның жылуын, бауырларының қамқорлығын сезіне бастады. Әріптесіміздің қос перзенті де өздерінің өнегелі отбасынан шыққан саналы ұрпақ екенін көрсетіп отыр. Әсіресе табан астында аға болған Бердібек біраз жауапкершілікті өз мойнына алғандай. Нұртөре інім үйге келгелі, біз тез тіл табысып кеттік. Біз інім екеуміз күнде жатар кезде бөлмеміз бір бөлмеде екеуміз ұйықтаймыз. Екеуміз, яғни тәтем екеуміз сабағына көмектесеміз және оның ойыншықтарымен бірге ойнаймыз. Владик Нұртөре інім келгелі біздің үйге бір шаттық, қуаныш келген сияқты болды. Ініме өзінің анасын, әкесі сезінбеген қамқоршылықты көрсетемін. Анамыз оны ешкімнен жоқ кемшілігін көрсетпей, өзінің как 3-ші баласы ретінде мақтаныш тұтып айтады деген ойдамын. Шынымен де әкесі бақтым ғой бұларды. Туған бойдан енді екеуі де былай қарағанда есі білмейді. Әкелері суретін көргені болмаса, тірі кезін көрген жоқ қой. Бірақ енді балдарымды өзім ер адам сияқты асырадым. Жұмыста жүргенде уайымдап жүрем, кітап кезінде кезек көтеріп жүрдім да. Оңай болған жоқ. Бірақ енді екеуі де қазір өзімнің немді ақтады. Бірақ айтам, мен балдарым әкесі бар баладан жақсы болады деп өзім айтам. Енді бұғанда күш салып атырмын ғой енді. Барында осыған салып атырмын. Нұртөре қазір 1-ші сыныпқа барады. Тәртібі түзеліп, сабаққа ден қоя бастаған. Бір уақыт психолог, логопед мамандарының көмегіне жүгінеді. Ал әріптесіміздің Нұртөре есімін таңдауында үлкен мән бар. Өскенде ұлым белгілі журналист, халық қалаулысы Нұртөре Жүсіптей елге сыйлы азамат болса дейді. Атын кім қойсам деп ойладым. Нұртөреден атақты мықты жігіт жоқ қой, сондай Нұртөредей болсын деп. Нұртөреге телефон соқтым. Телефон соғып алды ғой. Сосын Нұртөре мен балалы болып атырым. Атын Нұртөре қойсам қалай қарайсыз? Ұлты басқа дедім. Құтты болсын, болады деп сөйтеді ғой. Құдай қаласа бұны жәймен үйренеді ғой. Бұны әдемілеп қазақшалаймын жазда піштірем. Сосын Нұртөрені қалай болса да шақырып, осыған батасын әперемін. Миуа Қожасқызы кішкентайына марқұм жолдасының тегін беруді құп көріпті. Амал күні қарсаңда қауышқан ана мен баланың қуанышы ұзағынан болғай. Қазақта Миуа Байназардай батыр да батыл қыздардың барына шүкір. Ал сот саласындағы соңғы жаңалықтардан хабардар болғыңыз келсе, арнамызда келесі сенбіде қайта жүздескенше. Бұл заң сөйлейді хабары, бітімі бар ел, бүтін.